Семейде джиу-джитсудан қалалық ғашық чемпионат аяқталды. Жарыс 3 жылдан бері өткізіліп келеді. Бұл жолғы сайысқа 5 пен 20 жас аралығындағы 300-ге жуық спортшы қатысты. Толығырақ тілші бейне материалында. Джиу-джитсу жастар арасында кеңінен таныла бастады. Жыл өткен сайын турнирге қатысушылар саны артып келеді. Бұл жолғы жарыста 5 пен 20 жас аралығындағы 300-ге жуық спортшы бақ сынады. Чемпионат ашық түрде өткендіктен өзге де өңірлерден қатысушылар шақырылған. Осылайша татамиде жерлестерімізден өзге Өскемен мен Барнаул қалаларының спортшылары сынға түсті. Этот турнир у нас для того, чтобы... Бұл жарыс семейде джиу-джитсуды насихаттау мақсатында қолға алынды. Ірілі ұсақты, тегін, ақылы түрдегі әртүрлі клубтар саны артса деген ойдамыз. Спортшыларымыз көбейген сайын бәсекелестікте арта түседі. Яғни Қазақстанда біздің спортшыларымыз көбірек жеңіске жетеді деген сөз. Айта кетерлігі, джиу-джитсу бұл жапондық еркін күрес, қарусыз қорғанудың ерекше әдіс тәсілдер жүйесі. Спорттың бұл түрімен түрлі жастағы адамдар шұғылдана алады. Семей жарысына мен бірінші орын алғанмын. Бірінші бойда қиында болды, сосын мен екінші бойда қорққанмын. Сосын екінші бойда, бірінші бойдан шығып өзі өз қорққанымды жойдым да, сосын екінші немені ұтып кеттім. Бірді сосын ұттым да, үстіде ұттым. Сосын гамат алдым. Екінші бойда мен өзімде ойадым, аламаймын деп, бақ мен достарым айтты, аласын деп не алдым. Бұл кездесуді сәтті өткізіп жеңіске жеттім. Қарсыласым осал болмаса да қиын болмады. Гард кезінде, яғни жердегі күресте біраз қиналдым. Алайда бар күшімді жинап, жеңдім. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысы джиу-джитсудың дамуы бойынша өзге аймақтар арасында көш бастап тұр. Атақты джитсерлердің көбі семейлік спортшылар. Олардың арасында республикалық және халықаралық додалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Бронза призер чемпионат Казахстана. Қазақстан 2019 чемпионатын қола жүлдегермін. Төтенше жағдайлар саласын таңдап, сол бағытта білім алудамын. Онда да физикалық жүктемелер бар. Көп жаттығамыз. Джиу-джитсу спорты маған жан-жақты көмектеседі. Күнделікті өмірде оқуыма және болашақта да қосатын үлесі зор болады деп ойлаймын. Джиу-джитсу бойынша ашық чемпионаттың жеңімпаздары түрлі салмақ дәрежесі мен жас ерекшеліктері бойынша анықталды. Бұдан бөлек комбат джиу-джитсудан таяуда өткен республикалық турнирдің жеңімпаздары да аталып өтті. Бұл турнирдегі жеңістері үшін оларға спорт шебері атақтары берілді. Гүлдас Қаукен, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.